Қолды көрмеген адам жазуды қалам жазды деп ойлайды. Алланың құдіретін көрмеген адам жемісті ағаш жасады деп ойлайды. Бір күнә жасағанда дереу тәубе ет. Адам суға құлаған үшін емес, судан шыға алмаған үшін тұншығып өледі. Сөзді сүзде айт, көңілді ластандырмасын. Сөзді тізде айт, құлаққа інжудей болып тағылсын. Сөзді де жүзге айт, ғайбат болып ұялдырмасын. Кілемді таяқпен ұрушының мақсаты кілемді ұру емес, шаңнан тазарту. Аллах саған қиындық берумен шаңыңды, кіріңді тазартады. Неге налисың? Жамандық жасағаныңда қорық, өйткені ол бір дәнек. Аллах бүршік аттырады, өсіреді, алдыңнан шығарады. Ашылмайтын есік болмайды, тек сәйкеспейтін кілттер болады. Ақыл бір қозы, нәпсі бір қасқыр, иман болса шопан. Иман қуатты болмаса, нәпсі ақылды жалмайды. Нәсібіңде бар болса, аларсың тіпті құмырсқадан да дәріс. Нәсібіңде жоқ болса, бүкіл жиһан алдыңа жайылса да, саған теріс. Даусыңды емес, сөзіңді көтер. Жаңбырлар ғой жапырақтарды үлкейткен, көктің күркіреген емес. Проблема деген жоқ нәрсе мырзалар. Қиыншылық деген адамға жол көрсетеді. Әдеп иесі шапалақтың иесін емес, себебін іздейді. Шам болу оңай емес, жарық шашу үшін алдымен жану керек. Гүлдің сұлулығы дәнектің дұрыс болуынан, адамның сұлулығы көңілдің жақсы болуынан. Әр оқиғаны хайыр біл, әр түнді қадір біл, әр келушіні қыдыр біл. Деседі, көзден жырақ болған, көңілден де жырақ болады. Деймін, көңілге енген, көзден жырақ болса, не болыпты? Ақылсыз жүзі сұлуға, ақылды көңілі сұлуға ынтық болады. Уақыт жүз сұлулығын тауысады, бірақ көңіл сұлулығын арттырады. Ұмытпа, сен үшін басқадан бас тартқан бір күні толығымен басқа үшін сенен бас тартады.